Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Арайдың асханасы өте дәмді бисквитті рулет жасаймыз. Ең алдымен құрғақ ыдыстарымызға жұмыртқаның ағынан сарысын бөліп аламыз. Жұмыртқаларыңыз бөлме температурасында болуы керек, және де сары бөлігі белогына түсіп кетпесін. Соған аса бір назар аударыңыздар, өйткені белогын шайқалған кезде дұрыс шайқалмай қалады. Ақ бөлігіне, яғни белогына кішкене ғана тұз қосып, миксердің көмегімен жақсылап 1 минуттай араластырамыз. Осында ақ көпіршік пайда болған кезде қантымызды салып тағы да араластырамыз. Маған араластыруға 15 минуттай уақыт кетті. Өзінің формасын ұстағанға дейін араластырамыз. Мінекей дайын болды. Жұмыртқаның ағын осылай төңкерген кезде төгіліп кетпейді. Енді сары бөлігіне қантымызды қосып, 5 минуттай ақ түске айналғанша араластырамыз. Дайын болды. Енді шамалы ғана су құямыз. Суларыңыз бөлме температурасында болуы керек. Ұнымызға қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Електен өткізу арқылы аз-аз мөлшерден сала отырып араластырамыз. Астына жоғарғы қарай араластыруларыңыз керек. Міне осында масса болып шығады. Енді жұмыртқаның белогын сарысына осылай шамалы ғана мөлшерде ала отырып қосамыз. Менде ыдыс кішкене болғандықтан үлкен ыдысқа қосып жібердім. Бір массаға келгенше араластырып алдық. Табамызға пергамент қағазын төсейміз. Пергамент қағазы сапалы болуы маңызды бұл жерде. Менде Поклан фирмасынікі. Егер ол болмаса, міндетті түрде астына кішкене ғана май жағуды ұмытпаңыздар. Бір тегіс етіп жайып аламыз. Шамалы тағы да тегістеп жіберіңіздер. Осы орайда пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. Міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіреміз. 200 градуста 8-10 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Дәл осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Матаға немесе майлыққа, кеңірек майлыққа үстіне жайып аламыз. Міндетті түрде ыстық уақытында видеода көрсетілгендей орап аламыз. Осылай суытамыз. Суып шыққанша біз ішіндегі кремін дайындаймыз. Сливки 33 және де 35% болуы міндетті. Міндетті түрде салқын кілегейді қолданыңыздар. Жылы болса, крем жақсы шықпайды. Енді миксердің көмегімен араластыра отырып, қантымызды аз-аз мөлшерден салып, крем массаға келгенше шайқап аламыз. Біздің креміміз дайын болды. Осылай алған кезде төгіліп кетпесе, крем дайын деген сөз. Осы орайда рулетіміз суыды. Енді кремді рулеттің ішіне жайып шығамыз. Кремнің қалған бөлігімен қалауларынша сәндеп шықсаңыздар болады. Дайын болғаннан соң холодильникке 2-3 сағатқа қалдырамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.